Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткеніміз жаңғырып, тарихымыз төгінделіп келеді. Сондай тағылымды шаралардың бірі Шиелі ауданында болды. Ұлт-азаттық күрес жолында ерлігімен ел жадында қалған Жаназар Досқанауылының туғанына биыл 200 жыл. Осыған орай Баһадүрдің туған топырағында есімі ардақталып, Бірлестік ауылына Жаназар батырдың аты берілді. Жаназар Досқанауылы 1818 жылы бұрынғы Ақмешіт уезі Сұлтөбе атырабында шаруа отбасында дүниеге келген. Жаназар батыр 19 ғасырдың басында сыр өңіріне билік өктемдігін жүргізген, қоқандықтармен батыстағы Ресейдің отаршылық саясатына қарсы күрес жүргізген. Тарихи деректерде Жаназардың батырлығы 17 жасында біліне бастайды. Барымташылардың озбырлық әрекеттері үдеп тұрған кезде Жаңабай қарттың түйесін барымталаған қарулы топқа қасқайып қарсы тұрған ол байдың малын кері қайтарады. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрес жолында Қоқан басқыншыларымен болған шайқастарда Иман Батыр бастаған көтерілісшілер құрамында ол қыпшақ сарбаздарын басқарып Әулиеатаға дейін барған және Созақ, Жаңақорған, Жөлек, Ақмешіт бекіністерінде орналасып қалған Қоқан күштерін талқандайды деген деректерде кездеседі. Баба есімі ұлықталған мазмұнды шарада сөз алғандар ержүрек тұлғаның батырлығымен ел үшін еткен еңбегін еске алды. Қазақта өздеріңіз білесіздер, би шешендер мен батырларға кенде болмаған. Міне сол кездегі ұлан-ғайыр жерімізді қорғап, бізге жерді қалдырып, осындай бақыт сыйлаған бабаларымызға құрмет көрсету, еске алу, өскелең ұрпаққа еңбектерін дәріптеу, мына аға ұрпақпен жастардың міндеті әрі парызы. Ел тұтастығын қорғаған Жаназардың Бұқарбай батырмен төс қағысқан дос болып, азаттық үшін күрескен жорықтары туралы халық аузында жыры болып айтылады. Батырдың болмысын аша түсетін деректерге тоқталған белгілі ғалым Тастанбек Сәтбай Жаназар батырлығымен қоса елдік мәселелерді шешуде өз заманының өте қадірлісі болған дейді. Сол уақытта елдің ішкі бірлігі үшін өте көп жұмыс істеген кісі. Сонсын өзінің қарсыластары ең атақтылары Ерден батыр менен, сосын Бұқарбай батыр менен, сосын Наурызбай батыр. Осылардың екеуімен бұл кісі жекпе-жекке шығып қаныменен кейіннен достасып кетті. 56 жылғы деректе айтады, Жаназар батыр Перовскінің маңайындағы ауылдарменен достық қатынасты және орыстарға деген көзқарасы оң дейді. Бұдан шығатын қорытынды біздің батырлар Қоқанға қызмет етті ме? Кенесары Наурызбайға қызмет етті ме? Немесе орысқа қызмет етті ме? Бірақ ең бірінші кезекте ол өзінің елін, отанын, отбасын қорғады. Батыр атамыз бұрын енді ескерілмей қалған президентімізге, елімізге, халқымызға бәріне рахмет. Мынау ата қайтадан жаңғырып, атаның аты шығып жатыр. Шынында тарихта бар кісі, елін, халқын, қазақ елін қорғаған үлкен атамыз. Ал енді осындай жақсы шара болғанда өзіміз іштей қуанып та тұрмыз. Жаназар батырдың шөбересі боламыз. Жаназардан Жүсіп би туылған. Жүсіп биден менің әкем Есекей туылған. Есекейден біз туылғанбыз. Міне біз қуаныштымыз. Бабамыздың осындай көпшілік еске алып, сонша дәріптегеніне Құдайға шүкір дейміз. Сондай-ақ бұл күні көпшілік 16 ғасырда өмір сүрген, ел қорғаған батырлығымен, дуал ауыз көсемдігімен аты аңызға айналған Шашты Құлпейісұлының кесенесінің ашылуына куә болды. Шара әрі қарай қазақ күресінен ашық турнирге жалғасты. Еліміздің әр түкпірінен келген балуандар 60 және 90 келіден жоғары салмақтарда бақ сынады. 60 келі салмақта қарсыластарынан бағы басым болған шиелілік Бекжан Төлепов жеңіс тұғырына көтерілсе, ауыр салмақта Жаназар батыр атындағы жүлде Қанат Асылбековке бұйырды. 90 кг салмақ дәрежесінде 30 шақты балуандар қатысты. Жоғары деңгейде өтті. Мықты балуандар мықты дайындықта келген. Бүгін жарыста 3 қарсыласымен кездестім. Олар баяғыдан өзім таныс балуандар, белгілі. Ақтықсында өзім ағаммен кездестім. Оның аяғы жарақаттап қалды. Бірінші орында иеленді. Ер намысты Жаназар аталған жыраулар байқауында батырдың тұлғалық келбетін аша түсті. Түрлі тарихи жырдастандарды толғап Жаназар батырға арнау айтқан жас жыршылар көптің көңілін серпілтті. Жаназар жайлы аңыз жекпелекті, танытқан талай жерде тектілікті. Жолында ұлт азаттық еш аянбай, қасында хан кененің шеп құрыпты. Жаназар батырдың ерлігін, таныстығын бүгін мінекей жырға қосып, осы жерде қаншама
жырауларымыз тәшіп етіп құлай берген. топқа түсіп жатыр, жан-жақтан аралдан, қазалдан, қармақшыдан келіп жатқандар бар. Күні түні жорықта жүрсе де ағайынның қамын ойлаған батыр бір кездері осы маңнан құдық қаздырып, халықты отырықшылыққа баулып, диқаншылықтан несібесін табуға үйреткен. Жаназар құдығы әлі күнге жанға да малға да нәрін беріп келеді дейді ауыл қарттары. Ал Жаназар батырдың есімі берілген Бірлестік ауылында бүгінде 100-ден астам отбасы түтін түтетіп келеді. Бабалар есімі ұлықталған тәлім шара өскелең ұрпаққа да үлгі болмақ. Асқар Тәжиев, Иса Шарип, Досқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.